Осы жылдар бойы түсінгенім, әрбір дерлік маған кезіккен жасөспірімнің жүрегінде екі түрлі қорқыныш ұялаған. Біріншісі, мені ешқашан сүймейді. Екіншісі, мен өзім біреуді ешқашан сүйе алмаймын. Фениксте болған бір кездері, Аризона штаты, мен 5 күн ішінде 13 түрлі мектептерде сөзбен бөлістім. Сіздерге айтарым, бұл сұмдық жұмыс. Бұл 5 апталық жұмысты бір аптада орындаумен тең. Сонымен менің екінші бөлісуім түскі уақытта бір ірі мектепте болды. Мен басшылықты ашық жазық далада ұйымдастыруға көндірдім. Кең жасыл бөктерде, ол жерде 2 алып тас орналасқан еді. Мен солардың үстіне шығуды ұйғардым. Сөйтіп 1000 оқушы көкшепке жайғасты. Мектеп директоры мені таныстырып, маған қарай бұрылып былай деді: "Айтпақшы, Джош, бұл жерде готтар бар. Олар осы жиынды бұзып, сені осы жерден лақтырып жібергісі келген еді." Мен былай дедім: "Мәссаған, не деген қуаныш бұл?" Білесіздер ме, басталғанына 2 минут болмай тұрып, 6 гот пайда болды. Көз алдыңызға елестетіңіз, олар маған 2,5 метрге жуық жақындап келді. Түрлері қорқынышты, басынан аяғына дейін қап-қара киінген. Түрлері болса қара бояумен боялған. Денелерінде тірі жері жоқ, татуировка, пирсинг істетілген. Негізінде бұл готтарға тән емес, панктерге жақын. Сәнді шаштары адам айтқысыз. Мойындарында үлкен иттердің ұзын тікенді мойындықтар. Бәрінің ауыр темір шынжырлары бар, ал екі басшыларының болса тіпті айқыштары бар. Сөйтіп олар жеткен жерің осы дегендей сыңаймен алдымда тұрды. Өте тамаша. Мен өзімнің тыңдаушыларыма осындай киінгендер үшін қосымша ақша төлер едім. Мен тіпті Пэт Бунды алып келер едім. Бұл жерде бәрі түсінбеуі мүмкін, бірақ ол маңызды емес. Балақайлар тіпті дәретханаға да шықпай қойды. Енді олар тапжылмай отыра алмайды деп көріңіздер. Ешкім ешқайда шығып кеткен жоқ. Бәріне сөйлеп тұрған адамның ісі немен аяқталатыны қызық болды. Ал маған одан бетер қызық болды. Сол кезде мен бірден еш кідірусіз тақырыпты ауыстырып, жанның жақындығы жайлы әңгіме қозғап кеттім. Бір 16 жасарлық жігіт былай деп түсіндірді: "Жақындық дегеніміз бұл басқа адаммен өз-өзіңмен болғандай болу. Ешқандай бетпердесіз, кедергісіз. Міне осы кез келген баланың әкесінің қасында болғандағы қалауы. Мүлтіксіз болмай өз-өзімен болу." Батылданып мен өзіме осы дүниелік жамағатпен Мәсіх туралы сөз қозғауға жол бердім. Оған Құдайымыз және құтқарушымыз ретінде сенім артқанда, киелі рухты біздің жүрегімізде өмір сүруге шақыратынымыз жайында. Мен сөзімді аяқтап тастардың үстінен түскенде, аяғым шөпке жетер-жетпесте маған қарай әлгі готтардың басшысы жетіп келді. 1000 оқушы аһ ұрды. Ал ол болса менің мұрнымның алдында 6 дюйм шамасында қатып қалды. Бұл менің есімде жақсы қалды, өйткені одан иіс шығып тұрды. Бірақ 1000 оқушы бір нәрсені көрмей тұрды. Оның бетінен жас ағып тұрғанын көрмей тұрды. Мен күліп жіберуден сәл-ақ қалдым, өйткені оның түрі ала-құланға ұқсап кетті. Оның барлық макияжы ағып кетті, ал ол болса оны қолымен бетіне жаға бастады. Және ешкім оның жылы дауыспен былай деген сөзін естіген жоқ: "Макдауэлл мырза, өтінем, мені құшақтаңызшы." Бұл 1000 оқушының көз алдында болып тұр. Мен иә деп жауап қатқанымша болмай, бұл бозбала мені ұстап алды. Қолымды оң жағыма қысып, басын оң жақ иығыма қойды да бүкіл мектептің алдында кішкентай балаша жылап жіберді. Бұл мен үшін мәңгілікке жалғасқандай болды. Өйткені оның шынжырлары менің кеудеме қадалып қалды. Содан соң ол мені босатып, ешқашан ұмытпайтын бір нәрсе айтты. Оның айтқанын барлық дерлік готтар, панктер және жалпы кез келген жасөспірім субкультурасының өкілі айта алады. Ол былай деді: "Макдауэлл мырза, әкем мені өмірімде бір ретте құшақтаған емес, және сүйем деп айтқан емес. Оның мәселесінің қандай болғанын түсінесіздер ме? Ол жай ғана сүйіспеншілікті көргісі келді. Ол шартсыз сүйіспеншіліктің не екенін білген жоқ. Оған қиын болғаны мүмкін емес деп айтып тұрған жоқпын. Тіпті ақиқатқа қол жеткізуден бұрын соған сай өмір сүруі."